Всем ассаламу алейкум, как ваши дела? Бұл видеоны мен өзімнің күнделігім ретінде сохранить етіп қойғым келіп тұр, және ютубқа да бәлкім бір адамдар өздеріне керегін алар деген бір мақсатпен, оймен салып отырған жайым бар. Жалпы мен бүгінгі видеода эмоциональное выгорание, апатия, депрессия деген секілді сөздердің ішіндегі выгорание деген сөзді өзіме осы жылы осознанно аштым деп айта аламын. Және менің 2 апта бұрын менің выгорание состоянием выявляться етіліп, кәдімгідей психотерапевтпен біз оны анықтадық, және мен бұл состояниеға не үшін түсіп кеткенім туралы және өзімнің кішігірім тұжырымдамаммен бөліскім келіп отыр. Дисклеймер: выгорание, апатия, депрессия деген секілді диагноздарды сізге психотерапевттен басқа ешкім қоя алмайды. Өз-өзіңізге қойып алмаңыздар. Сондықтан да сіздерді бір осындай бір в заблуждение не хочу вести. Жалпы бұндай диагнозды психотерапевттер қояды. Енді бұл диагноз маған қойылғаннан кейін қалай қойылды? Тест арқылы біз психотерапевтпен кәдімгідей сессия жасадық, сол арқылы эмоциональное выгорание деген диагноз қойылған болатын. Енді бұл диагноз қойылғаннан кейін жалпы менің гэллопымның өзінде аналитика, стратегия деген секілді бұл топ 3-те тұрған қабілеттерімнің бірі. Және мен кез келген бір ситуация келетін болса өмірлік, мен обычно өзіме сұрақ қоямын, ол сұрақтарға жауап іздегім келеді, тапқым келеді, және обычно соңында мен табамын ол сұрақтарға жауап. Енді бұл сұрақтың жауабын іздеген кезде менде мынадай бір тұжырым шықты. Жалпы біз эмоционально жұмыс жасайтын адам болғандықтан, то есть именно мен продажа саласында жүрген экспертпін. Мен эксперттерге ключевой этап воронкада сатуды үйретемін. Және компанияларға отдел продаж құрумен, руководительдерді оқытумен және жаңағыдай скрипт продаж жазумен айналысамын. Енді қараңыздар, менің әкем ол строитель архитектор, мамам медицина қызметкері. Енді так как эти люди работают физически, то есть кәдімгідей таңертең жұмысқа барады, кешкісін жұмыстан келеді. Менің әкем всю жизнь так работал, мамам всю жизнь так работала, и я единственный тот человек, который работает онлайн. Понимаете, мен қалған уақытымда тұрамын, қалған уақытымда келемін үйге, және өзімнің руководительдерімен созвон ұйымдастырып, командамды обучать етіп, сол арқылы мен табыс табамын. На фоне этого не үшін бұл нәрсені айтып жатырмын. Эмоциональное выгорание частенько, менің байқауым бойынша, бұл физически жұмыс жасайтын адамға қарағанда, эмоционалды жұмыс жасайтын, яғни мимен жұмыс жасайтын адамдарға қарағанда жиірек түседі бұндай адамдар выгораниеға. То есть мен өзім выгораниеға тез түсіп кететін адамдардың қатарынан жатқызатын едім. Өйткені қараңыз, мысалы, мен папам строитель архитектор. Ол бір апта бойы немесе бір ай бойы, бір жыл бойы бір проектті жүргізеді және осында үй тұрғызады. И ол адам кайфовать етеді бір айдан кейін тұрғызылған үйді көрген кезде. Түсіндіре алдым ба? Ол өзінің түпкі өнімін байқайды, біледі, және бұл арқылы бұл үйде 200 адам, 300 адам, 400 адам, 500 адам тұратынын ол біліп тұрады. Түсіндіре алдым ғой, И белгілі бір уақыттан кейін уже адамдар көшіп келген кезде уже ол кісі не істейді, кайфовать етеді. Менің өнімім, оказывается, адамдарға пайда береді екен деген миға галочка барады. Менің мамам медицина қызметкері. Ауырып тұр еді адам, енді ауырмайды. Және, мысалы, жүрегі соқпай тұр еді, соғады. Және адам не істейді? Өмір сүретін адам, то есть вялый адамды қалай шабыттандырып емес, сау етіп күлетін адам ретінде уже жаңағыдай тірі адамды көрген кезде мен мамам шабыттанады. И менің айтқым келетін дүние, физически жұмыс жасайтын адам, жаңағыдай, мысалы, пластик шығаратын заводқа күнде баратын адам, ол соңында мынау пластикті көреді. Немесе гүл өсіретін адам, ол соңында физически жұмыс жасайды ғой, поливать етеді, жаңағыдай, не істеуі мүмкін тағы да.
өсіреді, қопсытады, неше түрлі нәрселер жасайды, және соңында ол әдемі гүлді көреді. Түсіндіре алдым ғой, иә? То есть физически жұмыс жасайтын адам соңғы түпкі өнімін көреді. Ал эмоциональный жұмыс жасайтын мен, иә, немесе жаңағыдай SMM-шіктер, мобилографтар болуы мүмкін, немесе маркетолог, таргетолог секілді адамдар, которые просто өзінің услугасын оказывать ететін адамдар, олар кішкене өзінің түпкі өнімін көре алмайды. Менің случайымда осылай болды. Маған күнделікті не істейді? Телефонға отчет келеді. Дана ханым, бүгінгі план продажи 100% орындалды дейді, чектер жібереді. И менің миым ол нәрсені просто чек деп қабылдайды ғой. Хотя я осознанно понимаю, что я компанияда мынандай оборот еді, қазір мынандай оборот болып жатыр, мен күштімін деген секілді. Бірақ менің соңғы түпкі өнімім көрінбейді көзге. И сондықтан да менде обесценивание болады ішкі, және мен не істеймін, мен выгорать етіп жүремін. Сондықтан да құрметті онлайн нарықта жүрген адамдар, я не айтқым келеді, нам остается только что повышать свой эмоциональный интеллект. Біз постоянно өзіміздің эмоциональный интеллектімізді жоғарылата беруіміз керек. И осылай бізде постоянно инсайттар бола бастаған сайын біз өсеміз. Сондықтан да көп кәсіпкерлер, көп инфобизнесмендер, жалпы SMM нарығында жүрген, таргет саласында немесе маркетологтар көбіне неге шығып кетеді? Нарықтан? Өйткені осылай өзінің бір дойды жасаған жұмысының бір түпкі өнімін көрмейді, және мән көрмегеннен кейін адамға біреуге пайдалы болу, ол оның фитрасы, фитра деген қалай түсіндірсем болады? Базовый қажеттіліктері, базовые настройки человека. Сен біреуге қажетті болуың, біреуге пайдалы болуың, ол өте қатты маңызды. И сондықтан да адамдар порой уходят с инфобиза. Порой уходят осындай бір услугаларын оказывать етпей қояды. Сондықтан да видео уже 7,5 минуттық болып кетті. Менің осы 2 аптада ұққаным, және психотерапевтімнің барына Аллаға шүкір дедім. Өйткені егер де ол кісі болмаса, мен бұндай инсайт алмас едім. Және так как я повышаю постоянно свой эмоциональный интеллект, бұлай ойлануға да адамға кішігірім ми керек. Солай деп айтайыншы. Сондықтан да давайте повышать свой эмоциональный интеллект. Постоянно оқиық, постоянно размышлять етейік, миға азық берейік, және көбіне жаңағыдай өзімен жұмыс жасайтын адамдармен араласу керек. Сол кезде ғана біз дамимыз, өсеміз, өнеміз, и выгораниямыз біздің осылай поверхностна өтіп, біз қайтадан өзіміздің руслымызға өтіп кетеміз екен. Маған осы нәрсе қатты көмектесті. Бұл инсайтпен мен енді ертең Құдай қаласа жақсы бір шабытпен, қайтадан новый настроймен жұмыс жасаймын деген ойдамын. Сол. Всех люблю. Всем пока. Назарларыңызға рахмет. Егер де пайдалы болсам, комментарий жазып, лайк басып, репост жасап жүрсеңіздер де болады.